Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі 14 сабақтың тақырыбы ю әрпінің жазылуы. Сабақтың мақсаты ю әрпінің жазылу емлесін білемін, түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен табуды үйренемін. 56 жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы, түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қара. Болат пен Юра құрылыс басына барды. Құрылыста адам көп екен. Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр. Үйдің бірінші қабатында сылақшылар бригадасы жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юлия құбырларды қою сырмен сырлады, ал Марат аға кранда жұмыс істейді. Құрылысшы болған қандай жақсы. Бұл жерде түсініксіз сөздер сылақшы және құбыр. Сылақшы дегеніміз қабырғаларды сылайтын адамды айтамыз. Құбыр деп су өтетін көлденең қимасы көбінесе сақина тәріздес болып келетін өзегі қуыс бұйымды біз құбыр деп атайды екенбіз. Келесі, мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жазған сөздердің айтылуымен жазылуын салыстыр. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер Юра, Юлия және де қою деген сөз. Юра деп жазылады үш әріппен, бірақ дыбысталғанда Юра деп дыбысталады. Себебі ю әріпі, ю дыбысы и мен у дыбыстарының қосындысынан шыққан дыбыс екен. Келесі, Юлия деп жазылады, Юлия деп дыбысталады. Яғни үш әріппен жазылады, 5 әріппен дыбысталады. Себебі ю әріпі и у дыбыстарының қосындысы болса, я әріпі и а әріптерінің қосындысынан шыққан дыбыс. Қою деген сөз, қою деп үш әріппен жазылады, бірақ та қою деп 4 әріппен дыбысталады. Келесі жаттығу бізде 57 жаттығу, бірақ та ол жаттығу өтпестен бұрын жоғарыдағы ережені оқып өтейік. Сөздегі и, у дыбыстары естілгенімен сөзде жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады. Аю деп естіледі, аю деп жазамыз. Көркею деп дыбысталады, бірақ көркею деп жазады екенбіз. 57 жаттығу. Сөздерді оқы, олардағы дыбыстар мен әріптерді саны. Дыбыс саны мен әріп санының сәйкеспеу себебін түсіндір. Көбею, молаю, үлкею, есею, сарғаю. Үлгі бойынша бұл сөздерге дыбыстық талдау жасадық. Бізде бірінші көркею деген сөзге дыбыстық талдаудың үлгісін көрсеткен екен. Біз келесі молаю деген сөзден бастап дыбыстық талдау жасаймыз. Молаю 5 әріп болып жазылады, бірақ та дыбысталғанда ол 6 әріп болып дыбысталады. Себебі барлық сөздерде негізгі сөздердің әріп санының сәйкеспеуінің бірден бір себебі бұнда ю деген әріп и мен у дыбыстарының қосындысынан пайда болған дыбыс. Сондықтан да бұндағы барлық сөздерде жазылуы мен дыбысталуында айырмашылық болады. Молаю деп жазылады, айтқан кезде молаю болады. Үлкею деп жазылады, үлкею деп дыбысталады. Есею деп жазылады, есею деп дыбысталады. Сарғаю деп жазылады, сарғаю деп дыбысталады екен. Бұлардың сәйкеспеу себебі міне бірден бір себебі осы. Осы кестеге сәйкес өздеріңіз дәптерге осыларды жазып алыңыздар. Келесі 58 жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлең құрастырып жаз дейді. Ормандағы аю ойы балға қою ма, тою ма? Дұрыс айтасыңдар, тою, Аю балды неліктен ұнатады деп ойлайсың дейді бірінші. Барлығымызға белгілі, әсіресе балды жақсы көретін ол қоңыр аю, Қоңыр аю балды ерекше жақсы көреді. Себебі олар аюлар қыста ұйықтайды, ал олар ұйықтаған кезде ашықпау үшін күз кезінде өздеріне мол қоректерін жинап алады. Ал балдың негізгі аюға беретін пайдасы, балдың құрамында әртүрлі дәрумендер бар, глюкоза бар, яғни өздерінің жеген қоректері қыс бойы май болып жақсы сақтау үшін бұлар жаңағы балдың құрамындағы әртүрлі дәрумендер соған көмектеседі екен. Келесі, аю, қою, тою сөздеріндегі ю қандай дыбыстардан құралғанын айт. Ю әрпі, ю әрпі жоғарыда айтып өткенімізде и, у дыбыстарынан құралған дыбыс екенін біз білеміз. Сондықтан да аю деп жазылады, аю деп оқылады, дыбысталады. Қою деп жазылады, қою деп дыбысталады. Тою деп жазылады, айтылған кезде той, у деп 5 әріппен дыбысталады екен. 59 жаттығу. Оқы, аю не деп жауап беруі мүмкін? Ол қасқырға қандай ақыл кеңес берді деп ойлайсың? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені әрі қарай жалғастырып жаз. Аю мен қасқыр. Бірде қасқыр
Аюлардың қыста шықпау сырын білгісі келді. Ол аюдан: «Аю, сендер қыста қалай шықпайсыңдар?» деді. Аю айтты: «Біз күз кезінде мол қоректеніп, денемізге май жинаймыз. Қыс мезгілінде тері астындағы майды қорек ретінде қолданамыз. Соның әсерінен қыстан шыққанда 80 килограммға дейін салмақ тастаймыз» деген екен. Балалар, егер де бүгінгі сабағымыз сіздерге пайдалы болған болса, арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.